Colon tituli, headers and footers. Colon title, енді қалай оқылатынын білмеймін, шынын айтсам. Colon title құжаттың үстіңгі немесе астыңғы жиегінде орналасатын арнайы аймақ. Жоғары colon title бет үстіндегі шекара header, ал төменгі colon title footer бұл төменде орналасады. Олар әдетте беттің номері, күн, автордың аты немесе түсіндірме сияқты қосымша ақпаратты қамтиды. Бұл ақпараттар құжат құрылымын сақтауға және оны оқуды жеңілдетуге көмектеседі. Colon titleға енгізілген мәтін құжаттың әр бетінде көрінеді дейді. Colon title құру үшін біз вставка, сол жерде верхний colon title, нижний colon title және ақпаратты қосады екенбіз. Бұл жерде конструктор пайда болады. Сол жерде қосымша ақпараттарды енгіземіз. Қалаған мәтініңізді енгізіңіз. Дайын болған соң colon title'ды жабыңыз деген екен. Дайын colon title'дарды кірістіру кейбір жағдайда төменгі немесе жоғарғы дайын colon title'дарды енгізсек болады. Ол жерде беттің парақшасы немесе қосымша ақпараттар болуы мүмкін деген екен. Colon title'ды өңдеу. Уақыт немесе автор кез келген ақпарат қойға болады дейді. Жарайды, ол жерде ешқандай практикалық түрде көрейік. Главныйға келеміз, мынаны өшіре тұрайын. Одан кейін colon title'ды қалай көремін? Мен мысалы жоғары жағында құжатымыздың мына жоғары жағы қазір бізде болсын. Мен осы жерде пернетақтан мышканы екі рет басатын болсам, мен верхний colon title'ды қазір аштым. Escape нүктесін басатын болсам, менде ол жойылады. Немесе құжаттың төмен жағына келем, және бізде нижний colon title пайда болды. Немесе оны басқаша қоюдың жолы бұл жерде вставка, одан кейін верхний colon title. Осы жерге қандай да бір ақпаратты қойсақ болады. Мысалы, біздің парақшаның номерлері. Мынау біздің бірінші парақ, мынау біздің екінші парақ. Одан кейін біз оны жабамыз. Бізде енді ол сақталып қалды номерлері. Немесе оны жою үшін қайдадан келем, одан кейін осы жерде ақпаратты жоя салам. Яғни міне colon title. Жаңағы вставканы алып тастауымыз керек бізге. Верхний colon title еш нәрсе қажет керек емес деймін. Бұл жерде біз қандай ақпараттар енгізсек болады? Бұл жерде біз осы күннің уақытын қалдырсақ болады, мысалы, құжаттың жасалған уақытын. Одан кейін құжат туралы ақпарат, мысалы, автор, оны кім жазды. Одан кейін тағы да бір қандай ақпарат бергіміз келсе, осы файлдың орналасқан файлдың аты, немесе файлға баратын жол, бұл құжаттың қай жерде орналасқаны, жалпы кез келген ақпаратты енгізсек болады. Сонымен қатар қосымша суреттер, интернеттен қосымша ақпарат, экспресс блоктар жасасақ болады дейді. Одан кейін colon title'дың аймағының өлшемі. Colon title'ды жасап болғаннан кейін оны жабамыз. Енді мына жерде кейбір ақпаратты қолмен де жасауға болады. Мысалы, авторы кім? Авторы мысалы бұл жерде Амбай дей салайық. Осындай ақпараттарды қалдырамыз, одан кейін сақтаймыз құжаттарда, және біздің colon title, жоғары colon title әрбір парақшада келесі сақталып тұрады міне. Одан кейін жаңа парақшаға мысалы разрыв қосатын болсақ, бұл жерде мысалы міне келесі үшінші парақшада пайда болды. Сол сияқты төменгі colon title'ды жасауға болады. Ол үшін тағы да вставка, нижний colon title. Енді мүмкін парақшалардың жаңа номерін қосқымыз келеді. Бір номер, екі жаңағыдай закрыт colon title. Одан кейін біздің парақшалардың номері осы жерде пайда болды. Оларды жою үшін тағы да үстінен екі рет басамыз және жоя саламыз. Жаңа көргендеріңіздей нижний colon title. Міне мына жерде еш нәрсе болмаған қалаймыз. Жарайды, енді тағы не көруге болады? Бұл жерде қарайық. Colon title жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Ол да бір Word-тың бөлімшесі. Бұл жерде өзіміз қалағанша кез келген ақпаратты өзгертуге, жоюға, сақтауға барлық мүмкіндігі бар. Мына жерде көріп отқандарыңыздай, мен міне әшейін backspace-ті басып барлық ақпаратты жойдамын. Немесе кез келген басқа ақпаратты бұл жерде қалдыра аламыз.
одан кейін сақтаймыз, барлығы осы келесі парақшаларда пайдаланады. Жарайды, колонтитул түсінікті болды деген ойдамын. Бет нөмірлерін қосу үшін осы номер страницайды пайдалансақ болады екен. Ол жерде бірнеше баптау жұмыстары жасауға болады. Мысалы, вставка, номера страницы, қай жерге орнатқыңыз келеді, олардың қалай әрнелгенін қалайсыз. Міне, қажет болса осылай номера страница қосуға болады. Одан кейін номерлерді жоюға да болады. Тағы не көруге болады.